Той болып жатыр, біз өте қуаныштымыз. Кішкентайдан бауы берік болсын, үлкен азамат болсын, дастархандарымыз мол болсын, осылай ортамызда отырған аналарымыз, әкелеріміз аман болып, жүре берсін. Сол үшін қымыз алып қояйық. Ассалаумағалейкум ағайын туыстар, тойға жиналған ғалыммен Катя, Жәке Катя, бүгінгі кішкентай мерейіміздің өмір жасы ұзақ болсын, алдымызда шауып жүре берсін, алтынмен Айдан аға тілейтініміз артынан сәби ере берсін. Енді қуаныштымыз, қуанышта кездерейік, тойдан той бола берсін. Ассалаумағалейкум ағайын туысқандар, бүгінде үлкен тойда отырмыз. Құтты болсын, балапан дөкөй жаман болмасын. Мына еміз Жәке сізге, Катя сізге балапандарыңызды өрсіп, асылмен Айдан аға тірек болып етін, ақылды қыз болып, әдемі қыз болып. Енді біз білеміз, үлгісімесіздер, жақсын жете бересіздер осылай. Алла тағала өзіңіз жақсы берсін, осылай той тұрман бола берсін, елімізде, жерімізде жақсы. Рахмет сіздерге. Құрметті қауым, осындай тойға жиналып жатырмыз. Бажа, Катя, қайырлы болсын, сендердің немерелердің тойы. Сол тойға той жалғаса берсін. Енді балалар тоқтамасын, осындай той жалғаса берсін. Біз жинала берейік. Сол бас аман денсаулық, ойнап күліп кездесіп жүре берейік. Жанат Катя, тойлар құтты кішкентай мерейіміз сендерге тек жақсылық келсін, қуаныш әкелсін. Катя сен сияқты гламурная болсын. Әке шешесі аман болсын. Енді бәрі айтқан тілектерге қосылам. Қабыл болсын. Осы дастарханда сендердің тойларына қуаныш бірге қуаныштарын бөліп жүре береміз. Осы тойларыңыз құтты болсын. Тек бақытты балалық шақ тілеймін, Мерейка. Жәке, Катя, тойларың құтты болсын, немерелеріңіз бақытты болсын, осылай той думан болсын, ашық аспан, бәрі жақсылық болсын, осы сіздерге тілеймін. Балапан аман есен өсіп, сіздерге қуаныш, мереке әкеле берсін. Құрметті Жанат, Катя, не сіздердің үйлеріңізде бүгін үлкен той, мереке, немерелеріңіз бақытты болсын, балалы бақыт тілеймін, самын балалар. Денсаулығы зор болсын, немерелеріңіз көп болсын, шөмелеге жеттіңіздер. Сол үлкен кісілер аман болсын, дастархандан отырғандар. Бәрекелді, ауыздарыңыз қалмай, алып қосанларыңыз бар ма? Мен айтпай қалып едім, жайдалып келіп едім, жаттап келіп едім, тамада бессовестный деп кетіп бара жатып едіме түкіріп кететіндеріңіз жоқ па? Бәрекелді, онда естелікке суретке салыңыздар. Көңілдің атынан МТЗ-82 трактор.
Barşalarınızga көп rahmet. Barşalarınız ölgönчө тірі жүріңіздер. Rahmet. Qarşılar! Erkekler üstündeki номер 1 танцор! Ой, rahmet. Assalamualaikum. Mına bala özü bağına tağırып шықтым. Şimdi балалардың бәрі тұр осындайма қазір. Сіздікі ма бір? Жақсы рахмет. Немереңіздің қызын көрсін. Қазір берем ал. Қазір берем, е? Есіміңіз кім көгі? Дулат. Дулат, бүгінгі тойда Шулат деп бір шамалақ соғып қойсаңыздар болады. Жәке, ана жақтан қыздар сұрап жатыр сізді, үйленген бе, бала шағасы бар ма екен, аты кім, номерін алып берші дейді, технично дейді, не дейді енді? 7 қызым бар, 1 ұлым бар. 7 қыз, 1 ұл? Мынау соңғы патрон. Ана жеңгем қайда? Жеңге кеш, 7 қыз тауып берген жеңгем ойбай-ау, қайдасыз? Келіңіз. Шапала! Молодец! Рахмет. Мынау 7 қыздың ішіндегі үлкен қыз ба? 8-ші қызыңыз ба? Рахмет. Мына 7-ден кейін тағы бір ұл өсіп деп қамшы берейік ағайын, а? Ой, рахмет. Рахмет көбі. Сіз жаңа билеп жүріп тағы да дәлелдедіңіз. Хорошему танцору ничего не мешает дейді ғой. Көкемайға шабалақ соғып қойыңыздаршы, құрметті ағайындар. Рахмет, кетпеңіз, жеңеше кетпеңіз. Мен жеңге сізге бас ием. 7 қыз тауып беріп, артынан ұл тауып берген мынау алтын жеңгем ғой, құдай-ау. Не деген адам бұнымыз? Так, бала табудан басқа тағы немен айналысып жатсыздар. Қыздар шығаратын завод қой мына кісі. Рахмет, жеңгемеше, қолыңыз жеңіл болсын, сіздің жолыңыз басқаларға емес, шабақ беріңіз. Сіздер шал кемпір болып тойға келмей ме? Үйге келсе үлкен қыздарын алып қашып кетті дейді Алматыға. Ой-ой, құлай берді-ау, тойды деп Алматыға қуғыншы болып үйіне келсе үф деп шашып, екінші қызын Ақтөбеге алып қашып кетті дейді. Ой-ой, Ақтөбеге барып қуып үйіне келсе үшінші қызын Шымкентке алып қашып кетті, Шымкентке барып кетті. Үйіне келсе төртінші қызын алып қашып кетті дейді. Төртінші қызын алып қашып кетті, оны жаңағы Көкшетаудан келіп шатасып кеткен ғой, бір айдың ішінде неше тойға барды ағы шал. Кемпірін айтты, кемпір, енді шау қалдырсыз деді. Ой, жендесің бе, әлі үшеуі бар ғой десе, ой, қалғанын көрші қанайға тарата сашты керек дейді ағайын. Сол сен көңіліңі шамағысы болып қошеметтеп қояған ағайын. Рахмет. Ал енді құрметті ағайындар, келесі жақсы тамаша билеген әйелдердің ішінде мен мынада бағана бір әдемі көйлек бір киіп жүрген апамыз бар екен, сіз ортаға шақырайық. Қошемет құрметтеріңіз келіңіз. Шымкенттік месіз ба? Бүйткеніңізге қарағын Шымкенттікті шақырып елдіргесіз ба? Рахмет, сізге осындай сый-сияпат бар. Деніңіз сау болсын. Өзі сіз күлмеңізші, күлсеңіз көзіңіз жоқ болып кетеді екен вообще. Қандай әдемі биледіңіз, әдемі көйлегіңізді, қазақтың көйлегін бізге реклама жасап ортамызда әп-әдемі болып, ешқашан ерінбей, ешқашан керілмей, ешқашан осыдан артық семірмей, абысындарыңыздан жеңілмей жүре беріңіздер. Bir шамаға соғып қояйық, құрметті ағайындар. Билеп жүрген өзі керемет апамыз бар екен, мына жасыл көйлек киіп отырған мен апамды шақырдым деп тұр. Керемет билейді. Қарсыла!
билетіңіз, есіміңіз? Анар. Анар. Көздері как тойотовский фонарь. Давайте Анарку делаем шапалаком пожар. Күшті билетіңіз өте керемет. Сабын ба? Жоқ, мен кірсабын емес. Қарасаңызшы, детский сабын. Какой кірсабын? Балалар детский. Сабын жаман екен. Жоқ, ана алтын цепочкаңыз слишком қалың екен, ауылға билет жүріп түсқамас, маған беріп қойыңыз. Жоқ, бермейді. Шапалақ көшіріп келіңіз, иә, дуғыл шапалақ столдарға шақырайық. Қошемет құрметтеріңіз. Життей бұла таусып қапты. Сізге де сондай берейін бәді өтінені қабыл алыңыз. Бүгін өзі ана үшеулеріңіз қызды көйлек бар, жасты көйлек, көк көйлек бар, өзі светофор бар, күшті бір ортамызда жүргендеріңіз. Рахмет сіздерге. Абаңызға рахмет, қошеметтеріңіз. Құрметті ағайындар, сіздер енді тос сайын анау деген сияқты бүгін халал той білесіздер, жеп шығып отыра беріңіздер, біздерге көңіл аудармаңыздар. Біздің мақсатымыз бүгінгі тойда елдің қарғысын емес, елдің алғысын алу. Сондықтан енді халал той болса да осындай бір көңілді күймен өтсек деген ниеттеміз. Енді мынадай ойын қадірлағайын. Мынадай ойын. Мен қазақша әнді орысша қылып айтамын. Орысша әнді қазақша қылып айтамын. Кішкене текстін біраз мотивін бұзам. Тапқан адам ортаға келіп меніменен бірге орындап берсе, жақсы сыйлықтар сол кісілерге бұйыратын болады. Түсінікті ма ойынның шарды қадағалайын. Ал сонымен дайын болсаңыздар, коронавирус біткенше мұртты қырмаңыз. Білесіз бе неге? Шылына янзып кіремін. Жоқ, анау шылын емес, зачем? Қазір вирус кіріп жатыр одан. Кірген вирус мұртқа бүйтіп аяғын сүртіп береді да, сонда өкір болыңыз, ештеңеңіз ауырмайды, аман есен шығып кетесіз коронавирустан. Жарай ма? Сіз кетпеңіз көке. Сізді мен қайта қазір шақыратын боламын осы араға. Жарай ма? Орныңызға барып әзірге кішкене успокойтесь немножко. Жарай ма? Дуға сабақ! Так, келесен. Асыл менен айдар, бір жас бүгін тойлады. Тойымызда шіркін, жақсылыққа бір бойла. Деңіз! Фигурасы қандай. Қошемет қайда? Аямандар шабалар. Поет. Расставшись мы с тобой, спасем свою любовь о сложных разговорах и все вместе снежинки на ресницах таяли. Красивый любовь без громче шагла. Любовь когда-нибудь кончается. Так как судьбы давай уйдем сейчас, оставить незаконченный роман. Пойди нас скорее. Той жасап бата алып келеледі бақытқа. Күнделікті жетелейік ортаға. Келіңіз! Қуаныш пен бақыт шаттық тойында. Керек үшін майыспаңызшы ханым.
майысу деген сізге жараспайды ғой. Әйтеуір сынды ортаға келе жатыр. Хош еді шабалақта аяма келіңіз. Натали, Натали. Маған қарап айтпаңызшы, сізге қарап жылағым келеді. Рахмет, қошемет. Иә, енді апай сіз үшін өзім айтып шықты деп айтуға болады енді. Бірақ енді сізге Натали деген әніңізді біліп, жүрексініп шыққаныңызға көп-көп рахмет. Натали, жынымды ұстатпай уходи деп айтады. Жақсы, рахмет. Сіз де дайын болыңыз, ханым ешқайда кетіп қалмаңыз, жарай ма? Осында болыңыз, залда болыңыз. Так, соңған болсын, көрейік. Алма кетті домалап, көші ойын аралап, кім бұл әнді тамады, сол жақсы приз алады. Аю отырып партада, екі қолы қалтадай, мұғалім сабақ сұраса, ұйықта қапты масқарай. Айдан, 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 келіз күні, келіз, біліп өтсіз ғой, барма, о, шабалақ. Қойып кеттік. Шабалақ керек біраз үшкене. Махаббаттың мәңгілік, тұнығындай таңдылық, сені сүю мен үшін тәңір жазған заңдылық. Жан тербеткен сазыңнан, сенің ерке назыңнан, жан гүлім ау жараланбай жазылған. Гүлім, гүлім, гүлімсің, арманымсың, жырымсың, бақытымсың, бағымсың сен. Махаббаттың жырынай, жүрегімнің сырынай, арман гүлім, ағарымсың сен. Гүлім, гүлім, гүлімсің, арманымсың, жырымсың, бақытымсың, бағымсың сен. Махаббаттың жырынай, жүрегімнің сырынай, арман гүлім, ағарымсың сен. Арман гүлім, ағарымсың сен. Ой, рахмет бар, мынау тарақты бауырым ғой менің, е? Тарақты бауырым. Тарақтылардың тарланы, талай қыздардың арманы, спортсмен, күйші, ақын, композитор айта берейін кім біліп атыр құдай. Жас кезден, кішкентай кезінен бастап, бокс, кикбокс, тайбокс, дзюдо, айкидо, бушидо, тайквандо, осы спорттардың ешқайсысына қатыспаған деп. Шабалақса, қошеметтен қойыздан құрметті ағайын. Тарақты бауырым, қошемет құрметтеңіз. Жаңағы жеңімпаздардың баршасын ортаға шақырамыз, көңіл келіңіз. Аға, көңіл келіңіз. Сіздер қанасыздар. Қазір дауыстарыңызды көрдік, енді артистизмді түсіреміз. Әртістік. Қазір следующая задача. Вставляется музыка в оригинале, потом оригинал отключаем, ставим минусовка, без слов. Ну чем, тут чуть-чуть помогать бізге демеп отырамыз. Енді жіберген кезде, сіздер жаңағыдай бүйтіп ән айтпайсыздар, бұл жерде артистизм керек, артистік қабілет керек. Құдайға шүкір, жоқ, зачем өтірік, шын айтасыздар микрофоныңызбен. Жібересіздер ғой, мысалы енді, Боже, какой мужчина деген сияқты, иә? Сіз бастаңыз енді, біз нет, мы гостеприимный народ. Иә, ертең айтасыздар, таман қазақ тұрып, кім ана приезжая? Жоқ, сол өмір ғой, сізге жарасады. Рас айтамын. Сіз бастайсыз. Жібергенде былай ғой, ничего страшного. Бүйтіп жібересіз не? Боже, какой мужчина. Жібересіз. На бала осылай тұрады, на балаға барасыз да бүйтіп келесіз да. Я тебя сына. Жоқ, кішкене солай бір әртістің өзіңіздің бар ғой. Пожалуйста, именно осы бала емес, пожалуйста, жәкеңе барыңыз. Өзіңіз біліңіз.
Үйде күйеуіңізге барып, иә өзіңіз білесіз ғой енді қандай еркек қандай сондай бір әртістік не көрсету керексіз. Сонымен дайынбыз ба? Тыңдап алыңыз бірінші музыканы. Қосылыңыз. Так, міне бұл жаңағы қосылған оригиналы. Енді қазір фонограммасы қосылады. Сонымен өзіңіз жіберіңіз. Все, кеттік, маэстро! Жо, рахмет. Жо, жолдасыңыз бар ғой, осы бір өлеңнің ішінде 4 еркекке барып шықтыңыз бар ғой. Қайсы екен білмей жүрсіз ғой деймін, білмейді екенсіз. Ойбай, көкөкеш, енді сен ана боже, какой мужчина деп айтпайсың екенсің. Сенікі чистый еркектердің әні ғой, мужской ән, мужской тональность, оригинал, тыңдап алыңыз, мархабат. Бағыма балаймын, мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Енді қиыны жоқ шығар деп ойлаймын енді, иә? Аспанға қараймын, сөзін білесіз бе? Припеві, сол припеві ғой, аспанға қараймын ғой, иә. Иә, жібере беріңіз. Әйеліңізге қарап, стоп! Әйеліңізге қарап, әйеліңізді талдырып, сындырып тастаңызшы осы жерде. Және ме, әйеліңіз қай жерде тұр, бар ма? Қол көтеріп қойсыншы, әйелі қайда оқысын? Сіз ба, ойбай, бүгінгі приздің бәрі сіздер алып кететін болсыздар ғой, ана әйеліңізге көріп. Жоқ, сөйтіп, айтып, аспанға қарап, жұлдызды санап, әйеліңізді сипап, өзіңіз біліңіз енді, қалай істейсіз, жарай ма? Жарай ма? Сонымен құрметті ағайындар, қол соғып қошеметтеп кішкене шабыт сыйлап қояйық. Маэстро музыка кет. Жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде айтсайын. Әртістің қатыны болған қалай екен деп айтады деймін. Рахмет, Дұғыл Шамалақ, Елмира ханым. Рахмет, көңілді өтірдіңіз бар ғой, не деген. Әйеліңіз как будто сізбен бірінші рет билеп жүрген сияқты бүйтіп, кірпіктері төмен қарап майысып, Ұялып, қысылып. Иә, ұялып, сізді көріп қатты ұялып нетіп қалды да. Енді бүгін үйге барғаннан кейін ары қарай өзіңіз біліңіз енді не істейсіз. Так, тәтек келіңіз бері қарай. Сіздікі абай, ана кісілер сияқты аспанға қарайым, жұлдызды санайым, о боже деп айтпайсыз өйтіп. Сіздікі бір-ақ ауыз сөз, тыңдап алыңыз. Jamaica, Jamaica, Jamaica. Деп осылай жыртыла саласыз ғой. Жаңағы Jamaica деп айта аласыз ба? Алмаймын мен олай. Сіз жыртылып көріңізші бүгінгі тойда. Может жыртылып кетеді. Сол жыртылмайды, ничего, тойда жүргенде ешкімдікі жыртылып көрген жоқ, талай адам айтып жүре сөйледі. Иә, тыңдап алыңыз, дауысыңызды шығарып, жарқын жүзді түріңізге сай қылып, өзіңіз сияқты бір әдемі қылып тұрып орындап берсеңіз. Ал, Шамалақ қошеметтеріңіз, кеттік, Jamaica! Jamaica! Жақын ұстап айтыңыз. Түф, стоп! Ой, анадар, боже, какой мужчинаны айтып шықты ғой, не болды? Jamaica деген ән ғой бұл ән. Иә, айтайын ба деп, менен сұрайды, енді айтып тұр ғой сізге. Так, басынан бастаймыз, кеттік.
еще. Молодец, жақсы. Jamaica. Кеттік. Жылды ма мынау? Кешіріңіздер. Кеше ғана вакцина алған ең, үшінші вакцина кішкене бүгін болмай тұр. Рахмет, тәте кетіп қалу керек жоқ шығар еді осы жерде. Ой, керек жоқ уже, ана кісі бәрі бытшылық кетті ғой. Рахмет, кел. Сен енді бауырым енді жассың ғой енді, кішкене асылдар жас, айданнан жас, бұларға кішкене жастар деген тыңдап көріңіз. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to Рахмет, move it. болады. Тыңдадың ғой, иә? Енді Jamaica деген сияқты ғой, примерно мына жаңағы. I like to move it, move it. Айтып көрші, I like to move it. I like to move it, move it. Иә, move it кішкене. Енді сиырларды білесің ғой, енді move it дейсің ғой, move it. Так, 3, 2, 1 кеттік. Айта беріңіз, қуып жетіп аламыз. Move it, move it. Move it, move it. I like to move it, move it. Шапалақ керек. Антырақ шығармыз. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Рахмет. Бұған сиыр бақ деп едім, бұл жылқы бақ кетті. Хой, хой, деп. Рахмет, шапалақ соғып қошеметтер қойсаңыздар болады, құрметті ағайындар. Енді, тәте, мына жерде позор болып тұруға, достойный болмағандай қаш кеттіңіз ба? Жақсы, рахмет, сый-сияпатыңызды қазір апарып берем. Аты кім ана кісі апамыздың? Толқын деген апамыз. Сіздің есіміңіз? Наташа, сіздікі? Саят, Аман. Тәген дауысқа салайық. Дауысқа салайық, құрметті ағайындар. Шапалақ, ысқырық, үлкендер, апалар сіздерге столды аударып тұстауға болады. Аржағы екінші дастарға сіздерге столдың үстіне шығып кетуге болады. Бәрін ақшасын төлеп тықыдайық қойғамыз, ештеңені переживать айтпаңыздар. Бірақ ыдыс-аяқ шықпау керек, бірақ дауысымыз бәсең кімге қатты жандарыңыз ашып қолдау көрсетілсе, сол кісінің атын атаған кезде сіздер улап-шулап қышқыру керекпіз. Сонымен өнерімізді бастаған Наташа Колоритті! Молодец. Я 89-90% примерно шулап отыр. Так, тәтемге дейін қойды. Тәтемге қарасам атын ұмытып қалар. Толқын апай қалай! Рахмет. Жарайды, бір шабалақ соға салайық іштеген сияқты еттіңіздер. Жоқ, бірақ дей тұрғанмен негіз бағана бірінші айтты айтып еді, мен осы толқын апамдан күтіп едім, әй осы салып кетеді ады. Ничего страшного. Көке атыңыз бұтып қалды. Саят ағам қалай! Саят! Аман! Рахмет. Наташа! Көке, сізге жаңа ашып отыр ғой дейміз, бәріңіздің. Сіз кім боласыз, между прочим, осы тойға? Жанат атай, інісі боламын. Туғаныңызсыз ба? Қойшы, сіз де тарақтысыз ба? Жоқ, тарақты болғаннан кейін мен жақсы көрем өзім руымды, ағаларым. Рахмет көке. Мен содан кейін түріңіз ұқсап тұрғаннан кейін сұрап тұрмын ғой. Енді ана кішкене не болып тұр, кішкене Жанат ағам сияқты кішкене астында да бір нәрсе жіберіп қойды. Және ме? Сақал мұрт деген жарасады мұсылманға, өлең жыр шығады бізден ән ұсынғанда, өзімізде мұрт түгіл сақал да жоқ, не сипарымызды білмейміз қысылғанда дейді ғой. Сол сияқты өзіңіз жаңағы аман сау болып, осындай рахмет көкелерімізге, қошемет құрметтеріңіз. Наташа ханым, кетпеңіз. Рахмет. Қабыл алыңыз. Да, все ваше. Бір класста 3 ұл бар екен, бір қыз бар екен. Мұғалім сұрап жатыр дейді, Абылайхан сен өскенде кім боласың деді. Сөйтсе әлгі Абылайхан, мұғалім мен өскенде елбасы болам деп ана бала. Ой, талабың қандар жауыз. Екінші серік деген болған соң, серік сен кім боласың өскенде? Мұғалім мен өскенде
премьер-министр болам деп ана бала. Үшінші баладан сұрап та, жаңағы Нұрали сен кім боласың? Мен өскенде депутат болам деп ана бала. Сосын төртінші қыз бар екен, біздің жаңағы Мерей сияқты кішкентай қыз. Содан сұрапты, Әйгерім сен өскенде кім боласың десе, Әйгерім айтады дейді, білмеймін мұғалім, үшеуі де крутой ғой, біреуіне күйеуге шыға салам деген екен дейді ағайын. Сол сияқты балалар жасай берсін деп бір шабалақ соғып қошеметтеп қойыңыздар ағайын. Рахмет. Ал қуанышымызды әрмен қарай жалғастырайық. Құрметті ағайындар, келесі тілектің иелері ортамызда отырған біздің 4-ші дастарханның иелерін дуғыл шабалақпенен ортамызға шақырамыз. Қарсы алайық. 4-ші дастархан! Ал енді бір үйлен бір адам көңін бастасын ба? Ал қолға кеңіз. Ассалаумағалейкум. Бүгін енді ағам шаңырағы үлкен той. Жаңа табылын еңгесек. Тойлап отыр, қызықтап отыр. Осы сәбиімізге, мерейімізге мол бақыт тілеймін ең бастысы. Денсаулығы құтты болсын. Балалық шағы жайдырау өтсін. Әкесінің шешесіне қызық әкесінден асымен келінге істеп отқан жұмыстарың жемісті болсын. Осындай той ашығана тілеймін. Сәбилеріміз неге келе берсін. Қазақстанымыз өркейе берсін дейміз. Еліміз тыныш болсын. Баршаңызға осы келіп отқан тойға қонақтар көп келген рахмет. Қызығын бөлісіп, осы дастархан жайлы шақырып отыр баршаңызды. Той құтты болсын. Ассалаумағалейкум, ағайынымыз Құдажекжа. Баршаңызды қош көрдік. Бүгін мына қуанышты күні. Мына аға жеңгемнің оның ішіне отау құрып отқан екі жастың міне тұңғыштары тұла бойы мерей қарындасымыздың бір жастық тойы құтты болсын. Зор денсаулық, жаңа айтылған тілектері бәрі қабыл болсын. Осы сіздерге, өздерге жоғарыда отырған ата әжелердің мына мерейге жібай атасы мен Светлана әжесінің жасын келіп бейнетіндермен зейнетін берсін. Бай қуатты болайық, бақытты болайық. Ассалаумағалейкум. Ағайын туысқандар, құдағылар, күндеріне жаңа тағамыз Қандемал жеңгейдің шаңырағы келіп отырмыз. Құтты болсын, бауыр берік болсын. Тек әрқашанда биіктен көрінсін, жаңа үлкендердің айтқан тілегі қабыл болсын. Ар жауапты анамызды әкелеріміздің жасын берсін. Жақсылық болсын, әкесінің шешесіне тек аман болсын. Екі болмай шор болсын. Үшеу деген сендер көп. Аманда әкелеріміз шешелерімді кет балдар. Сол үшін тоқтамады. Құдағи, тойларыңыз құтты болсын. Бізде тұңғыш кішкентай немереміздің үлкен тойы. Бар жақсылық, ағайын туысқандарға, құраларға. Сіздерге де жұмысты болсын осындай. Жастар туа берсін, сіздер тойларын жасай беріңіздер. Ата-апаларымызға бірінші айтайын. Тойларыңыз құтты болсын. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Содан құдағи, сіздерге де тойларыңыз құтты болсын. Сәбилерімізді қызығын көре беріңіздер. Жаңа құда айтқан сияқты сіздердікі күніш-түнді. Қалғандарымызға да баршамызға аманшылық. Аманшылықта келесі керек. Сіздерге қайырлы болсын, құтты болсын, немерелеріңіздің туғанына. Айдан мен асыл сендерге тілейтін мерей қыздарымыздың бір жас той құтты болсын, үлкен азаматша болсын, біреу болмасын, артынан ере берсін. Ортада отырған үлкен әже аталардың жолын берсін.
отанымыз тыныш болсын. Барлық отырғандарыңызға зор денсаулық, кішкентай немерелеріңіз қызығын көріп, тойлап жүре беріңіздер. Барлық жақсылық үшін. Рахмет. Алпазарларыңыз бар ма тағы да? Шапалақтарыңызбен шапан жауып қойып айдана келіміздің бөлесін үлкен құрметпен қарсы алайық. Сіздер шылардақтар айын. Рахмет. Айдана қыздарыңыз, қошеметтеріңіз қарағай. Айдана енді кішкене жасыңыз кішкентай болғанда вообще көп жинап алушы едіңіз, шын айтамын. Қалай ойлайсың, семья деген, отбасы деген не? Қандай жандар? Жақын жандар, иә? Бірақ ақшаны қазір сенің қолында көріп тұрған кезде олар жақын жандар болмайды саған. Семья деген сондай мынандай ақша көрсе алып алғысы келіп тұратын адамдар айтады. Ешқандай жанашырлық танытпайды саған. Ойнап айтады қалжыңға, иә, игілігін ес та. Бір шабалақсына қошеметтеп қояйық, құрметті ағайындар. Жеміс болсын. Қалба негізі ғой, сіздің жүрісіңіз өте керемет ес. Сіздің бүйтіп жүрген жүрісіңізде бір мән бар. Сол мән не екенін ұқпай қойдым. Қазір сол зерттеп көрейікші деп тұрмыз осы жүрісіміз. Осы ресторанның ішіне сай емес көпі. Сіз бүйтіп бір не болып жүрсіз бар ғой? Ақшасын төлей алмай жүрсіз. Жоқсын іздеп таба алмай жүрсіз. Смело жүріңіз жаңа, смело. Смело кеудені бер қарай келіңіз. Қазір халық шабалақ соған. Жүріс деген Аллаға шүкір жағдайыңыз бар, малыңыз бар, жаныңыз бар, жарыңыз бар. Құдайға шүкір төрт бұғылайыңыз түгел, аман сау, деніңіз сау. Смело жүрмекпен Жанат көкемді қарсалайық! Жоқ, былай. Қолым дедім,
Жақсы, рахмет. Сіз енді көріп тұрсыз ғой енді мына кісі. Біз өзіңіз көрсетіңізші. Құдайға шүкір, немереңіз бар. Дұрыс қой. Аллаға шүкір бақыттысыз. Мына кісінің жарысыз. Бір кішкене бәрі көрсетіп, той иесі құсап, емие құсап, бір күшті жүріп, ана жақтан шығыңызшы, пожалуйста. Мына жерде жүгірексіз ғой сіз. Енді көкем жарайды, көкемді жуас. Сен айтады еді, білмеймін, мен түріне қарасаң, никакой жуас емес сияқты ғой мына кісі. Наоборот, қазақта мақал бар көке, кішкентай шайнек тез қайнайды дейді. Сіз сияқты кішкентайлар өзі тез горячий болады кішкене. Так, жеңеше, әдемілі фигураны көрсетіп, былай, 90-60-90 бәрін көрсетіп, жарай ма? Көңілімізді көтеріп бір ысқырып, айқай-шуменен той иелеріне бір құрметті ағайындар, рухмен қояйық, Жақсы, рахмет. Бұл кісі енді аса кішкене намазхан ғой енді. Алла деп жүрген адам, енді мынау биіңізді сіздің ауылдағы имам көрмесін деңіз. Бір керемет. Енді жеңгеме бір шапалақ соғып қошеметтеп қойыңыздаршы әдемілеп. Қандай жарасызды жүрсіздер. Рахмет. Намаз демедім, ағам жел шығып кетті сразу. Жақсы, рахмет. Бұл кісі сондай бір керемет жан, тұрған бойы осылай ешкімнің ала жібін аттап көрмеген, ешқашан өтірік айтып көрмеген қазір көресіздер. Аға, осы сізді жас кезіңізде действительно мықты жігіт болды деген рас па? Рас. Әне, жыртатын жыртқан, құртатын құртқан деген рас па? Рас. Любойының тілін жұлып, ләңгі қып, кеңірдегін жұлып, шләңгі қып жүреді деген рас па? Рас. Армияда бүкіл полктық алақаныңызды ұстады деген рас па? Рас. Сіз ең бірінші рет Москваға барғанда Ленин орнынан ат тұрып, ассалаумағалейкум жанат баламды бетінен сүйген рас па? Рас. Не деген өтірікші бар ғой? Шапалақ соғып қойыңыздар, құрметті ағайын. Қандай керемет тойларыңыз болып жатыр, аға. Ертең Құдайға шүкір, Қайынжамал деді, жеңеше, бүйтіп мақтанып жүріңіз. Құдайға шүкір деп жүзгеге бүйтіп мақтанып отырыңыз. Құдайға шүкір, бір немере осы екі бас түздің ардақтысы Павлодардың жолында бар запыран кісі. Бір немерем май жақта егін егет қамбалы столы астығы, бір немерем екі басында Гресадиннің бастығы. Бір немеремнің 7000 бастай жылқысы, 8000 бастай сиыры, 10.000 бастай қойы бар. Болашақта бұйырса Майский ауданның әкімі болам ба деген ойы бар. Бір немерем Любойын шашам дейді. Апам үшін бар жиғанды шашам дейді. Еңбегін едіп ағжаулықты әжеміздің дөкөй Қайынжамал деген ресторан ашам дейді деп жүріңізді. Атыңызға бір ресторан ашып берсе, сол күнге жетіп сізге Алла нәсіп қылсын деп шапалақ соғып қойыңыздар. Көкөр сізге, бұл кісіге ресторан, сізге сауда пойдет па? Пойдет, сіз жүрісің саудада жүрген адам сияқты сөз бар. Рахмет, бір қол соғып қошеметтеп қояйық. Рахмет, той иелері. Бауырым қалай, сізге? Жақсы ма бәрі сен үшін деп жатырмыз осыларға. Молодец. Үйде кім бастық негізі? Қой, сен бә? Молодец. Кім үйде ақшаны ұстайды? Қой, өзі ұстайсың ба? Точно? Келін қайда? Айданычка. Сіз вообще ақша ұстамайды деп жатыр ғой сізді?
Рахмет. Ане қалтасында ақшасы бар, дәлелі бар. Қандай керемет жан, молодец бауырым. Тарақтың жігіттері әйеліне тізгінді ешқашан бермеген. Осылай мықты болып жүр, жарай ма? Әйелінен қорқатыныңды білдірмей ешқашан. Қорқсаң да білдірмей жүр бұлай. Мен тарақтың жігіттері солай бізде. Жанат ағам отыр ғой, қорқса да білдірмейді құдайға шүкір. Әйелді жеңем деп асықпай-ақ қой. Әйелді жеңем дегені досрочно өлем дегенің дейді. Әйел жеңген еркек жоқ, бірақ еркек бар. Ол тарақты емес екен бірақ. Бірақ еркек бар, әйелін жеңген, и то оның өзі психушкада жатыр дейді. Шындап кеткен ғой әйелін жеңемін деп. Ана әйелінің қас-қабағына қара, тарақтың жігіттері сондай емес. Үйге менен жас семьясың ғой, я? Үйге кіріп келдің ба, Айдананың настроениясы бүйтіп жүр ма? Бүйтіп жүрсе, оп деді шығып кетті далаға. Далаға шығып кет, гаражға бар. Қора бар ғой. Қораға бар, мал жайла, жүр, 2 сағаттан кір. Қайда да Айдананың қас-қабағына қарап күлімсіреп, әлде Айдана әлі бүйтіп жүрсе, қайтадан шығып кет. Сосын 3 сағаттан кір. 3 сағаттан кір, Айдана әлі бүйтіп жүрсе, қайтадан далаға шығып кет. Сөйтіп далаға үйреніп кетесің өзің, жарай ма? Тарақтың жігіттері сондай бізде. Бір шапалақ соғып қошеметтеп қойсаңыздар болады артақ ай. Жастар бақытты болсын, ұрпақтары көп болсын. Рахмет. Енді бұл жас келін, жас ене, құрметті жас енелер. Мен сіздерге айтатын бір ақылым бар. Мынау келінге қазір не болу керек? Жағу үшін өзің келін болу керек екен. Заман сондай екен тәте, рас қой, мен айтып тұрған сөз емес, елдің айтып жүрген сөз, келінге жағу үшін өзің келін болу керексің дейді. Бір жас ене болыпты да, келінне түк айта алмайды екен. Түк айта алмайды, анау жуас дейді да сондай. Келінне түк айта алмайды, сол өшін кімнен аларын білмей, үйдегі жан-жануардан алады екен ана, енешка. Бір күні келіні үйде түске дейін ұйықтап жатыр дейді, сағат 1 обед, келін әлі ұйықтап жатыр, апамыз шай ішкісі келеді. Нервы ұстап үйде мысық тауып жүр дейді ғой. Ішесің жатасың, ішесің жатасың, ішесің жатасың деп келініне тигізіп. Біраздан кейін келіні тұрып есікті алдында басына орамал тартып алған, үйдегі жаңағы әтешті қойып дейді, не өзің ұйықтамайсың, не біреуді ұйықтатпайсың, не өзің ұйықтамайсың, не біреуді ұйықтатпайсың деп. Сол сияқты жас келінге абай болыңыздар, ұлдарыңыз бай қуатты болсын, ардақты ағайын, тойларыңыз той қыласын деп, жастардың құрметіне бүгінгі біздің кішкентай ғана мерейлей періштеміздің құрметіне әдемі бір шапалақ соғып қошеметтеп қойсаңыздар болады. Ал біз ортаға құрметті ағайындар келесі 5-ші дастарханның иелерін дұғыл шапалақ қойын ортамызға шақырамыз. Номер 5 дастархан, встречаем! Кішкентайларымыз, тұңғыш немереңіз, жастың келіңіздер, тұсау кесе, бірінші қадағында ұсталады, құтты болсын, баршамызға. Әрине, оның дені сау үлкен азаматша, елімізге елеулі азаматша болып өсіп, тек қызығын, қуанышын сіздерге, әке-шешесіне, балдыздарын асыл, Айдана көрсетеміз. Енді, айтамын енді, қадамы құтты болсын. Батыр. Асыл, Айдана, я поздравляю всем с вами таким днем, годик, рек, всем. Яке? Катя, я поздравляю, от души, действительно сегодня такой день, собрали всех близких, родственников. И за таким хорошим, богатым дастарханом я хочу пожелать вам здоровья, Асла. Асла, да, я хочу действительно, чтобы ваша дочь на радость, чтобы она вас понимала, ценила и любила. Это ваше лицо, это ваша опора. Действительно, сегодня такой день замечательный. Это давно мы как-то уже нагулялись, все такие близкие собрали, родственники. Бақытты болыңдар, аман болыңдар. Всем хочу крепкого здоровья. Тамада вообще идеальный. Все хорошо, хороший вечер. Рахмет. Атай, Джиги,
сіздерге немерелеріңіз туғаныңыз құтты болсын, ақ болсын. Қайтадан асылға да осымен тоқтамаңдар, артынан ере берсін. Және қарындастар, бәрілеріңізге келген қадамдарыңыз ақ болсын, әр үйде осындай той болсын, жақсылықта кездесуге жасын. Ассалаумағалейкум. Алласы айдана. Мерейің туған құтты болсын, үлкен азамат болсын. Айтылған құтты қаулы болсын. Үлкендер жастар білесін. Жақсы күшті. Бүгін біздің балапанымыздың, мерекеміздің сауыр кесілді қадамы құтты болсын, болашаққа басының қадамы құтты болсын, өмір жолы ақ болсын, жарқын болсын, дені сау болсын, балалық шағы бақытты болсын, барлық жақсылық тілеймін. Осы бағадан айтылған тілектердің бәрі сауыр болсын, үлкендердің жолын берсін, атасы мен әжесін қуантып өсе берсін, үлкен қыз болып. Ары қарай жалғаса берсін. Сол. Не енді той құтты болсын деймін. Мерейдің той бір жас тойы. Бір жас деген енді ең үлкен той ғой бұл. Соны осы мамасы мен папасына да қыздарымыздың тойы құтты болсын. Бүлдіршілерді болыңдар, жастар. Енді мерейге тек бәрі жақсылық тілеймін өмірдегі. Бақытты бала болсын, жолы ақ болсын әрқашанда. Осы атасы мен әжесін, туған туысқандарды бәрімізді қуантып, әдемі қыз болып өссін. Ақтана сырмасыздар ма? Орталықпен Жанат, Қайынжамал, жеңгейміз. Осы кішкентай мерекенің туған құтты болсын, қадағандыршы, үлкен азаматша болсын. Әкем анасы мен әкесіне денсаулық тілеймін. Қыздарының өзі үлкен, әдемі, инабатты, ақылды қыз болып өссін. Жаңа бәрі тілектер айтылады, бәріне қосыламын. Енді мерей жалғыз болмасын. Футболный команда болсын. Рахмет. Футболный командалардың келіндер қайда қазіргі заманда? Мынау бір келін демекші, бір келін айтыпты ғой. Мына карантин деген жақсы болды. Неге десе, енең бір нәрсе айтып жатса, маска киіп аласың, бер жағынан деп тіл шығарып тұрасың деген екен дейді. Рахмет. Алтынның қадір жоқ па? Қазір что-то вообще шапалақ киіп аласың. О! Құтты Ой, алтынды қайт етпейсіз, ол мамасы керек болып отырған бала. Келісі бар. Сондықтан енді мынау қуыс үйден құр шықпа дейді. Әсем ханым сізге арнайы дайындап отырған қолыңыз жеңіл болсын деген ниетпенен осындай бір үлкен бір бағалы сыйлық өзіңізге дайындаған екен. Соны қабыл етіңіз, қабыл алыңыз. Әсеміміз біздің бір жыл бойы күндіз звондайды. Менің дочем не болып жатыр, ауырып қалған жоқ па, жақсылап қараңдар деп. Өзі педиатр болғасын, сол педиатрдың арқасында мен ауырған жоқ. Даже. Рахмет саған, Әсем. Сен сияқтысың, дүрбі врач болсын. Рахмет. Мына педиатрдың терминатор жоқ па? Бар ма? Мына кісі ма? Қайдан деймін? Қойса терминаторға ұқсамайды ғой. Шебернатор сияқты, шебернатор.
құстар бағына күтіп жүрмін сені сағынып қара көзің жалсағай күйіп қарай қарай сенің жолыңа Мынаны ешкімге көрсетпей ағам қайтадан пакетке салып қояды бар. Рахмет, қошеметтеріңіз, аман болыңыз. Рахмет. Ал қадірлі ағайындар, қуанышымызды әрмен қарай жалғастырайық. Құрметті ағайындар, құрметті туған туысқандар, екінші столда аман есен бәріміз жүздескенше, ал енді құрметті ағайындар, антрактының да ауылы алыс емес. Біз рұқсат болса осы арада әумейіндеп ас қайырып, Нұрлан деген құдамыз отыр, үлкен кісі, осы Нұрлан ағамыздан бата сұрайық ардақты ағайын. Я Алла. Я Алла. Мерейтойларға қайыр болсын. Отбасыларға барлық болсын. Содан мерейтойыңды немереңнің тойы болсын. Қайыр болсын. Бақыт өсімі жасын ұзақ болсын. Алла болсын. Қазан құлауын әсірсін. Әрдейімді той қызық бола берсін. Татарханым болса болсыңыздар. Алла біз сияқты 82-ге келген 18 немере осы шебері 19 дедіне сүйіп отыр. Алла тек беруге нәсіл. Тойып тойға ұлысыз. Балаларым бақытты өмір жасап, әрдайым той бала берсін. Әумин, Ровин Гүттің намысын берсін, звондап іздеп тұратын Каспий банкісінің табысын берсін, тағысын берсін, тағысын берсін, тағысын берсін дейміз. Ата аман сау болыңыз. 100 жасаңыз ата. Қалайсыз, бәрі жақсы ма? Ата, бәрі жақсы ма деймін. Ата, сізге бір сұрақ. Телевизор көретін шығар ата ма? 87-де екен бұл атамыз. Бір шабалақ соғып қойыңыздаршы, құдай өстің жасыңызды. Сіздегі адамдардың көру деген проблема болып кетті қазір бізге. Сіздің жасыңызды берсін ата. Мынау сізбен жасты атам бар үйде. Өткенде телевизордан айтып жатыр. Қазір дейді бір еркектің басына 8 әйелдің келеді екен деп телевизордан айтып жатса, сіз сияқты атам айтады, үйде отырып. Ойбай, анау 8-і сразу келе ме, бір-бірден келе ме деп айтады. Осылай шапалақ соғып қойсыздар адамда. Менің анау Қайынжамал тәтемнің специальный сіздерге деп дайындаған екінші столда блюдасын жейсіздер. Блюда французский, называется жесеңді жейсің, жемесеңді жейсің. Тойып отырған кезі болғаннан кейін айтып отырмын ғой, енді сондай бір блюда жейтін боламыз. Ал енді құрметті ағайындар, орындарыңыздан тұруға рұқсат. Біздің салт дәстүріміз көп. Аттан қаласақ та салттан қалмаған қазақпыз, қоржынымыз бар. Ал қалғанымызды құрметті ағайындар биге шақырамыз. Қазір осы арада